Жастардың қазына қапқасы бүгінгі байқауға қатысушы әріптестер. Біз өзіміздің жұмысымызды Беспалканың дамыта оқыту технологиясы бойынша негіздеп таныстырғымыз келіп тұр. Сіздердің қолдауларыңыз бізге аса қажет. Оқушы сатысында нені анықтадық? Оқушы сатысы эссе жазып үйренейік атты 10-11 сынып оқушыларына бағдарламаның қажет екенін анықтады. Бұл бағдарламаның мақсаты 11 сыныптың түлектеріне эссені сауатты жазып үйрету. Қазір сіздермен бірге бағана бері көп жұмыс жасадық. Бір сергіту сәтін өткізіп алсам деймін, бұл жай ғана сергіту сәт емес, біздің бағдарламамыздың құрылымымен, мазмұнымен таныс боласыздар. Қарамен жазылған сөздерді мен оқимын, қызылмен жазылған сөздер сіздер оқысаңыздар, қане әріптестер қолдаңыздар. Ұрпаққа әлегі аз әдіс тауып, эссе жазып үйрету. Мақсатымыз анықтап тезис тақырып тынысынан, келтірер нақты аргумент дұрысынан. Курстың бағдарламасына қосымшаға электрондық әдістеме, жаздық құрал, жұмыс дәптер, ыңғай етіп, екі хрестоматия. Рахмет, құрметті әріптестер. Енді бағдарламаның негізгі бөлімімен әріптесім Айгерім Дәулетжанқызы таныстырады. Сәлеметсіздер ме? Алгоритмдік сатыға назар аударсақ. Біздің бағдарлама басқа бағдарламаларға қарағанда ерекше. Несімен? Мен қазір оны сіздерге дәлелдеймін. Себебі біздің бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті пәнін тереңдетіп оқытудың негізі, ол біріншіден, екіншіден қорытынды аттестаттауға оқушыны дайындаудың көзі болып саналады. Үшіншіден, біздің осы вариативті курсқа оқушылар өздерінің қызығушылығын арттыру үшін және өздерінің қызығушылығымен келеді. Біз оларды міндеттемейміз, олар міндетті түрде өздері үшін емтиханға дайын болу үшін келеді. Яғни осы курстың нәтижесі бізге не берді? Әдебиет сабағында да біз эссе жазамыз, және курста да эссе жазамыз. Алайда білім сапасы курстағы жазған эссенікі әлдеқайда жоғары. Бұл нені дәлелдейді? Себебі біз әдебиет сабағында бір аптаның ішінде шығарманы талдаймыз да эссе жазамыз, ал курста, яғни 11 сыныпта аптасына бір рет, 10 сыныпта екі аптада бір рет болғандықтан, уақыт бізде көп болады, сондықтан оқушылар уақытты тиімді пайдаланып, ақпараттанады, мол ақпарат ізденеді. Әрі қарай, сонымен қатар біздің бағдарламаға арнайы дайындалған электрондық әдістемелік құрал бар. Ол мінекей. Бұны әр оқушының қолында және мұғалім де пайдалана алады деп айтқымыз келеді. Бұл 5 тараудан тұрады. Бірінші тарау, назар аударсақ, эссе жазудың әдістемесі жайлы айтамыз. Екінші тарауда емтихан және эссе жайлы айтамыз. Үшінші тарауда 10 және 11 сыныпқа берілген арнайы эссе тақырыптары. Енді осы әдістемелік құралымыздың тұздығы десек те болады. Бізде 10 эссе берілген. Еркін тақырыпта және әдеби тақырыпта. Мысалы, 5-ші эссені көрейікші, бұлар арнайы құрылым кестесіне салынған. Яғни оқушы да, мұғалім де қарап отырып осыдан үлгі ала алады. Яғни кіріспе бөлімі 30% 90 сөзден тұратын осы құрылым кестесінен көре алады. Әрі қарай негізгі бөлімде 60% 180 сөзден тұрады. Үшінші, мысалы, 10% 30 сөзден тұрады. Міне осындай 10 эссе бізге үлгі ретінде оқушыларға пайдалануға берілген. 5-ші тарауда біз эссе жазудың әдістемесімен бөлісеміз. Сонымен қатар екі хрестоматия әзірленген. 11-ші сыныпқа назар аударсаңыздар, мәселен Сәбит Мұхановтан алайық. Әрі қарай, мысалы, «Сұлу шаш» поэмасында ғашықтық сезім жайлы айтатын болғандықтан, бұл жерде ғашықтар туралы афоризмдер жинақталған. Бұл хрестоматияның ерекшелігі неде? Үнемі толығып отырады. Ақпаратты оқушылар өздері әкеледі, сол бойынша біз толықтырып отырамыз. Әрі қарай, жұмыс дәптері әзірленген. Жұмыс дәптердің ерекшелігі неде? Мінекей эссеге тән құрылым кестесі. Әрі қарай, әр оқушыға алдына осындай жұмыс дәптері берілген. 10-ші сыныпқа бөлек, 11-ші сыныпқа бөлек. Оқушылар тор көзге өздерінің эссені жазғаны тор көзге толтырады. Мәселен, бірінші тор көзге эссе тақырыбын түсінген туралы сөйлеп, одан тақырыптың өзектілігі туралы жазады, тезис жазады. Сол жазып отырып 30%-ді сақтады ма, 90 сөз ба, соны қадағалап отырады. Әрі қарай, және сонымен қатар әр эссенің соңында дескрипторлар берілген. Өлшем шарттар. Қандай жағдайда мен 2 ұпай аламын, қандай жағдайда мен 3 ұпай аламын. Мұғалім бағалайды, сол бағалау бағаға айналып соңында баға беріледі. Және әр эссенің соңында міндетті түрде менің ойымша деп әр оқушы өзінің эссесін бағалайды, және мұғалімнің кері байланысы. Ауызша кері байланыс емес, жазбаша кері байланыс. Себебі әр оқушы жазбаша кері байланысты кез келген уақытта эссе жазған сайын ақтарып қарап отырады. Әрі қарай, енді эвристикалық сатыға келіп жеттік. Бәріміз бірге есімізге түсірсек, Мұқағали Мақатаевтың «Дариға жүрек» поэмасындағы «Дариға жүрек кім» деген тақырыпта 11-ші сынып оқушыларына эссе жазу берілді.
тақырып өте ауыр. Енді сәл фабуласымен еске түсірсек, жесір қалған келіншек жолдасын күтеді, бірақ жолдасы келмейді. Содан кейін басқа бір адамнан аяғы ауыр болып, өсекке қалғаннан кейін шыдамай өз-өзіне қол жұмсайды. Мінекей оқушының бір эссесін ұсынсақ деп едік. Бұл да бір біздің жұмысымыздың нәтижесі деп біліңіздер. Міне дәптерге жазылған жұмысы оқушының. Кішкене ақау болып тұр. Ал негізінде оқушы бұл эссені жазып үйренді. Қазір қалай нақты жазып шыққанын оқушының ойымен көрсеңіздер. Мен өзім оқып берсем кетемін. Өзінің жазған эссесі бар. Қалай ойлайсыздар? Мұқағалидың Дариға жүрегіндегі Дариға жүрек кім? Тағдырының сонша ауыр болуына не себеп болды? Дариға жеңге неге бақытсыз болды? Әркім бақыттың түп төркінін өз шама шарқынша шамалайды. Дариғаның әйел жүрегі, әйел бақытын сезінді ме? Сынаққа құрылған мына өмірде тағдырымызды тоз топалаңға ұшыратып алмас үшін, бақытты болу үшін қарекет жасауға талпынамыз. Сонда әйел бақыты деген не? Поэзия әлемінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың қаламынан туған Дариға жүрек поэмасында соғыс жылдары ерінен айырылып, тағдыр тауқыметін тартқан намысшыл әйел өмірі шынайы ақтарылады. Төзіп қанша күтсе де асыл жарының келмеуі, хат-хабар бермеуі Дариғаның дертіне айналады. Күндіз тіршіліктің күйбеңінен білінбейтін жалғызды түн баласы туғанда жанды сыздатпай қоя ма? Бұл суреттеуге лайық Дариғаның өзегі өртті, кеудесі дертті, жар қызығын қызықтамай жатып, жарын майданға аттандырған, бақытты шағы басталмай жатып сөнген, қызық көре алмай, жастай жесір қалып, қара жамылып, ауыр тұрмыстың қамытын киген жалғыз бейбақ болса, керемет жан екенін айтады. Керемет жан түн ауған шақта тауға да, тасқа да, далаға да, айға да сырын айтып, мұңын шағады, дертіне дауа іздейді. Ол дауаны тапты ма? Өсек айтып отырған әйелдердің диалог арқылы ақын біраз жырдың тиегін аттады. Сөйтіп арқай жалғасақ, уақыт тығыздығына байланысты қорытынды бөлім. Дариға бақытты болғысы келген әйел. Адам баласы болған соң, жалындаған жас өмірдің қызығын көргісі келді, ойнап күлгісі келді. Сайтанға еріп келмей, жарын күтуде аяқ күтті, келмеді. Жар құшағын аңсады, шөлдеді. Табиғаттың заңына кім қарсы тұрған? Әйел бағыты қосағымен бірге ана деген аяулы сезімді сезіну. Алайда өртенген тәнге су табылып, бойына бала бітуі Дариға үшін бақыт емес, қайғы болды. Дариға жүрек бақытты жүректен іздеген жан. Бұл оқушының бірден жазған эссесі емес, әрине, талай түзетулерден кейін өткен эссесі жазған болатын. Міне сөзімізді қорытындылайтын болсақ, біз шығармашылық сатыға да келіп жеттік. Әрбір жұмыстың өз нәтижесі болады. Нәтижесіз жұмыс ол бір мәнсіз болатын шығар. Сондықтан біздің жұмысымыздың нәтижесі бар. Жаңа көрдіңіздер оқушының жазған эссесі, енді біздің 11-ші сыныптың түлегі, алтын белге үміткер Айгерім Дәулетжанова 5-ші сыныптан бері оқып келе жатқан оқушысы арнайы шақыртумен мәселе бағдарламасына барып, тәуелсіз сарапшылардың алдында эссе жазып 5-те 5 деген бағаны алып келді. Соны сіздерге мақтанышпен көрсетсек. Мінекей көріп отырсыздар, мәселе бағдарламасына барды. Оқушымыз мынау кішкене дауысы шықпай тұр әрине. Сондағы жаңа шамалы болса да. Бүгінгі мәселе мынадай. Алтын белгінің тағдыры енді ұлттық бірыңғай тестілеу емес, емтиханды. Баламша емтихандағы эссе шетелдік IELTS бетті. Біз Асан Әліге Бөжей мен Сағынайдың асын салыстыру деген тақырыпта эссе жазғыздық. Тура 3 сағат. Кіріспесін бірінші астың не екені туралы жай мәлімет бердім. Одан кейін Бөжей мен Сағынайдың асы туралы мәлімет бердім. Өз ойымды айттым.
мына біздің мектебіміздің оқушысы осындай бағдарлама барған біздің жұмысымыздың жемісі деп білеміз. Енді сөзімізді қорытындыласақ, мына жерде балалардың сабақ барысындағы, эссе жазу барысындағы және бір оқушымыз аудандық эссе байқауынан бірінші орын алып, облысқа қатысып үшінші орын иеленіп келді. Енді сөзімізді қорытындылайық. Айналған бастауына құнды күштің, басында ұстаз тұрар үлгілістің, еңбек пен ізденістің ақталғаны оң болса нәтижесі бұл жұмыстың. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Енді сұрақтарыңыз болса, біз өзіміз үшін алғымыз келеді, келешекте бұл жұмысты біз әрі қарай істегіміз келеді, алдарыңызға мынандай бағдарлама берген болатынбыз. Қызыл түсте ұсынысым бар, сары түс сұрағым бар, жасыл түс ұнады деген. Барлықтарыңыз қолдап көрсетіңіздер. Ал жасыл мына жақта көрінбейді. Рахмет. Содан кейін мына жерде біз жаңа проектор көлеңкелеп тұрғандықтан көрсете алмадық. 11-ші сыныптың дәптері, 10-ші сыныптың дәптері, біздің бағдарлама, эссе жазудың әдістемесі электронды